Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Математика 1-ші сынып, 87-ші сабақ, тақырыбымыз санды және әріпті өрнектер. Бүгінгі сабақта санды және әріпті өрнектерді қалай оқу мен жазуды және оның мәнін табуды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмаға назар аударып қарап көрейік. Сурет бойынша өрнектер құрастыр. Яғни бұл жерде Наурыз мерекесі тойланып жатыр. Осы берілген суретті пайдалана отырып, өрнек құрастыру қажет. Яғни, билеп жатқан ұлдар мен қыздарды пайдалана отырып, 3 қосу 4 тең 7 деген өрнек құрастыруымызға болады. Немесе, күй тартып тұрған қыздар және ұлдарды пайдалана отырып, 3 қосу 2 тең 5 деген өрнек құрастырсақ болады. Немесе өнерді тамашалап жатқан ұлдар мен қыздарды пайдалана отырып, 3 қосу 3 тең 6 деген өрнек құрастыруға болады. Немесе алыста кетіп бара жатқан тамақ тасушы балалардың қолындағы табақтарды пайдалана отырып, 4 азайту 3, яғни барлығы 4 ыдыс бар еді, оның 3-і толды, біреуі әжелердің қолында қалды деп осындай азайтуға өрнек құрастырсақ та болады. Енді мына жазбаға назар аударып қарайық. Санды өрнектер және әріпті өрнектер. Қандай айырмашылық байқауға болады? Бұл жерде санды өрнектерде тек қана өрнегіміз сандардан құралатындығын көріп отырмыз. Яғни 5 қосу 3, 5 қосу 4, 40 қосу 50, 100 азайту 20. Ал әріпті өрнегіміздің құрамында әріптердің бар екендігін көріп отырмыз. А қосу 5, 40 қосу Б, А азайту 20. Әріпті өрнектерді біз латын әліпбиінің әріптерімен белгілейтін боламыз. А, Б, С, Д деген сияқты және тағы да басқалары. Енді назар аударып қарайтын болсақ, санды өрнектеріміз өзімізге мәлім. 5 қосу 4 тең 9, 40 қосу 50 тең 90, 100 азайту 20 тең 80 деп өрнектің мәнін біз оңай таба аламыз. Ал әріпті өрнектерді қарайтын болсақ, бұл әріпті өрнектің мәнін табуға келмейді. Бірақ бұл жерде егерде әріпті өрнекте, мысалы 4 қосу А әріпті өрнегіне мұндағы А тең 5 дейтін болсақ, Аның орнына 5-ті қойып, өрнектің мәнін табуға болады. Мысалға 4 қосу, Аның орнына 5-ті қоямыз, тең 9. Тура сол сияқты азайтуға Б азайту 20. Мұндағы Б'мыз 30-ға тең, яғни Б'ның орнына 30-ды қойдық, 30 азайту 20 тең болады 10. 4 қосу 5-іміз, 30 азайту 20-мыз өрнек болып табылады, 9 және 10 өрнектің мәні. Есімізде сақтайық, әріпті өрнектің мәнін табу үшін алдымен әріптің орнына берілген санды қойып, содан кейін амалды орындау қажет. Екінші тапсырмаға назар аударып көрейік. Әлияға тәтті тоқашты санауға көмектес. Әріпті өрнектердің мәнін тап. Бізге алдымыздағыдай А қосу 10 деген әріпті өрнек беріліп отыр, бірақ біз Аның орнына 40 және 50 сандарын қоюымыз қажет. Бірінші өрнегіміз. Аның орнына 40-ты қоятын болсақ, 40 қосу 10 тең 50 деген өрнек шығады бізде. Келесі 50 санын қойып көрейік. А қосу. Аның орнына 50-ді қоятын болсақ, 50 қосу 10 тең 60. Келесі өрнегіміз Б азайту 10. Мұндағы Б'ның орнына 20, 30, 50 сандарын қоюымыз қажет. Бірінші 20-ны қойып көрейік. 20 азайту 10 тең болады 10. Енді 30-ды қойып көрейік. 30 азайту 10 тең болады 20. Енді 50-ді қоямыз. 50 азайту 10 тең болады 40. Келесі үшінші тапсырма, бірінші бағанға қосындыларды, ал екінші бағанға айырмаларды жаз. Олардың мәндерін тап. Ең алдымен берілген өрнектердің ішіндегі қосындыларды тауып алайық. Ол бізде 5 қосу 3, 3 қосу 4, 0 қосу 50, 20 қосу 20,
50 қосу 20, 2 қосу 6. Бұл бізде қосынды болып табылады. Ал екінші сары түспен белгілеп отырған 60 азайту 20, 100 азайту 70, 9 азайту 8, 9 азайту 5, 8 азайту 5, 6 азайту 6, 10 азайту 5, 50 азайту 0. Бұл бізде айырма болып табылады. Берілген қосындыны бір бөлікке, екінші айырманы бір бөлікке жазып алып, өрнектің мәнін тауып көрейік. 5 қосылған 3 тең болады 8, 3 қосу 4 тең болады 7, 0 қосу 50 тең болады 50, 20 қосу 20 тең болады 40, 50 қосу 20 тең болады 70, 2 қосу 6 тең болады 8. Енді азайту амалдарын орындап көрейік. 60 азайту 20 тең 40, 100 азайту 70 тең 30, 9 азайту 8 тең 1, 8 азайту 5 тең 3, 9 азайту 5 тең 4, 6 азайту 6 тең 0, 10 азайту 5 тең 5, 50 азайту 0 тең 50. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 4-ші тапсырма сен зерттеушісің тапсырмасы. Бос орынға қай фигураны таңдау қажет? Бұл жерде өзіміз байқап отырғандай, әр қатарда, әр бағанда 3 түрлі фигурадан берілген және 3 түрлі түске берілген. Бұл жерде бізге жасыл түс жетіспейді біріншіден, яғни жасыл түс міндетті түрде қоюымыз керек, бірақ жасылдың қайсысын қоямыз? Бірінші, екінші, үшінші. Бізде 5 бұрышымыз бар, 4 бұрышымыз бар, бізде қай бұрыш жоқ? Бізде 3 бұрыш жоқ, яғни біз белгісіз фигураның орнына 3 бұрышты қоямыз. Келесі тапсырмамыз дәптермен жұмыс. Бірінші тапсырма әріпті өрнектерді жасыл қарындашпен қоршапсыз, санды өрнектерді қызыл қарындашпен қоршапсыз. Бұл жердегі әріпті өрнектеріміз 9 азайту Б, А қосу 5, 40 қосу Б, А азайту 20. Санды өрнектеріміз 5 қосу 4, 100 азайту 20, 40 қосу 50, 9 азайту 5. Келесі екінші тапсырмамыз әріпті өрнектердің мәнін тап. Б қосу 10, мұндағы Б-ның орнына 40 және 50 сандарын қоюымыз керек. Ендеше өрнек құрастырып көрейік. Б-ның орнына 40-ты қоямыз. 40 қосу 10 тең болады 50. Енді Б-ның орнына 50 санын қоямыз. 50 қосу 10 тең болады 60. Екінші өрнегіміз Б азайту 5, мұндағы Б-ның орнына 9, 10, 8 сандарын қойып көрейік ретімен. Бірінші 9-ды қоямыз. 9 азайту 5 тең 4, 10 азайту 5 тең 5, 8 азайту 5 тең 3. Және де соңғы тапсырмамыз берілген сандарды үстінен бастырып әдемі көркем жазып шығу. Яғни берілген сандарымыз 50, 80, 90. 50, 80, 90 сандарын қайталай отырып жазып шығамыз.